Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бізде осындай бүгін 12 литрлік қара қазан, шойын қазан. Жаңағыдай аңшылыққа, балық аулауға шыққан кезде пайдаланатын жаңа қазан алдық. Енді осыны қазір өртейтін боламыз. Ішінің бәрін дұрыстап шлифовка жасалынған, жақсы. Қазір қап-қара болып тұрған майлары бар, заводской майлар. Осы майдың бәрін өртеп күйдіруіміз керек. Сөйтіп дайындауымыз керек. Мынада кішкене ошақ жасадық қазір. Астарына ағаш салып, қазір өртейтін боламыз сосын. Мына қап-қара болғанның бәрін, майдың бәрін өртеуіміз керек. Майының бәрі өртене дейсіз. Осы майдың бәрін өртеу керекпіз. Майлары өртеніп отыр, уже күйіп отыр, иістері шығып. Осы майдың бәрі өртеніп, анандай сұр түске енгенше өртейтін боламыз. Қазір бір жанып болғаннан кейін шамалы суытып, жаңағы бір жуып аламыз да, 2 мәрте тағы бір күйдіріп, содан кейін майға жаңағы шемішкі маймен майлайтын боламыз қазанды. Түстері өзгеріп отыр уже. Жаңағы деген полный күйді уже көрініп тұрған болар, өтін уже түсі деген уже сұр болып шығып отыр. Осылай полный айналдырып өртеп шығуымыз керек осының бәрін. Сұп-сұр болып тұр. Майының бәрі өртеніп кетті уже. Уже өртеп отқанымызға 1 сағаттан асып кетті. Уже мына 2 құлағы уже тазарды уже. Қазір енді мына 2 құлағын тазартамыз, содан кейін барып жуып шаятын боламыз. Жуып шайып болғаннан кейін жаңағы майға шемішкі маймен жаңағы майлап қоятын боламыз. Майламайтын болсақ, ол жаңағыдай таттанатын болады. Бұл жаңағы шойын қазанның бір несі, жаман жері, жаңағыдай судың астында или бір жерлерде қалып қалған болатын болса, тат басатын болады. Сол үшін жаңағыдай майлап қою керек. Стенкілерді жағаларын бәрін барып майлап, дұрыстап жаңағыдай дұрыс қарап тұру керек қазанға. Осындай. Уже
үш құлағы өртеніп болды, уже азғандай жері қалды. Қазір уже осыны өртеп болғаннан кейін қазанды жуатын боламыз. Толықтай уже сұр түскен. Енді уже шамалы қалды. Енді қазір бір 20 минуттарда уже болып қалатын боламыз. Қазанды жуып тазаладық. Енді қазір май құйып, майды қыздырып, осыған жаңағыдай стенкілерін бәрін маймен, шемішкі маймен біраз қуырып, жуаны қуырып жасаймыз. Даттанбас үшін. Осындай болып шықты тазаланғанда. Қызық болды уже. Қазір майды құямыз. Осы маймен бәрін, стенкілерін бәрін майлап, қазір бір жуан пиязды қуырып жібереміз. Осыған. Содан кейін бір шайып аламыз да, соны қойып қоятын боламыз. Ары қарай уже тамақ дайындай беруге болады, уже қазан дайын уже. Бастапқы мына пиязымыз қуырып жатыр. Уже қазан дайын болып қалды уже. Көріп тұрғандарыңызды, айналасының бәрі уже майға шылқыды. Қазір осыны қуырып болғаннан кейін тек жаңа майын бір шайып аламыз, или бір сүртіп аламыз жаңа тряпкамен. Бұл қазанның артықшылығы жаңағыдай отты астына жаққанда алюминий қазандар сияқты жек от тиген жері қызбайды, бұл толығымен қызады. Одан кейін жаңағы қызуын тез жоғалтпайды. Азғантай от салып қойсаңыз да жаңағыдай бір қызып алғаннан кейін бір қалыпты қызып тұрады. Енді өзім пайдаланып көрмегенмін. Болашақта көріп жатармыз, қандай не көрсететінін. Осы қазанымыз дайын уже.